бұлай істедің? Не істеппін? Білмегенде кей танпа. Менің міндетім сені қорғау. Неден қорғамақ болдың сонда? Қазір ашуыңды басқаның дұрыс болар. Тілегін айт. Әжетай, Кіре ғой. Айта бер. Әжетай, мен қызы таптым. Әкелдің бе қызды? Әкеле алмадым. Шашынан да ма? Шашынан да. Бірақ та сәттілік біздің қолымызда. Себебі ол қыз әлі 18-ге толмаған. Бұл деген сөз ертерек әрекет жасауымыз керек, тез арада. Бірақ та бір мәселе бар. Ол қыздың шашына ұмтылғанда мені тоғырып жіберді. Қыздың суреті бар ма? Әрине тоғырады, қасында Хафаза періштесі жүрсе. Періште деймісің? Хафаза періште. Ол тек жаны таза, Аллаға сенетін адамдардың жанында жүреді. Ал біздің жанымызда жүрмейді, себебі біз тек өзімізге сенеміз. Дұрыс айтасыз, Әжетай. Мен сол жаны таза қыздың туылуын 317 жыл бойы күттім. Ақыры уақыты келді. Ана періштесі тұрғанда қызды қолға түсіру қиынға соғайын деп тұр. Алдымен соның көзін құрту керек. Ал сіз одан құтылудың жолын білетін секілдісіз. Естуімше, Хафаза періштелері харам жерлерге кірмейді. Түнгі клуб, ішімдік бар жерлерге. Бұл өте керемет, өте. Сен неге бүгін алдымнан шыға келдің, Неге? Мен сені тесіп. Тілегіңді сосын бар ғой. Мен сені тамағыңнан бұлай. Қылқындырғым келеді. Мен осылай. Жақсы, мен түсіндім. Наз, саған келіп тұр. Кім ол анашым? Назгүл. Мен үйде жоқ деп айтыңыз. Ешкіммен сөйлескім келмейді. Сенмен сөйлеспейінше, мен осы жерде тұрамын. Күтімді. Қызым, кеш болды, ол әлі тұр, мүмкін сөйлесерсің. Жоқ. Анашым, оған бұл алындырмай қойыңыз. Қазір өзі-ақ кетеді. Көрес ұстан. Наз, реніш ашумен мәселені шешпейсің. Екеуінің араларында не болды, ол не айтты, мен білмеймін. Бірақ та мен білетін Назгүл, мейірімді, түсініспеушілігі мол. Осы қасиетінен айырылмау күлім. Әрбір адамға бір мүмкіндік беру керек. Наз, таң
Таңға дейін отырмақпысың? Алып қаласың ғой. Кешірші мені. Үйіңе қайтқаның дұрыс болады. Жатақханаға енді кіргізбейді. Қонақ үйге де барамаймын. Ақшам жоқ. Осы жақта. Қонақ бөлмеге кіргізсем бе екен? Олай істейтін болсаң, әкең сені аямайды. Онда жүректердің жетім болып қалғанына, өзге жанмен құшақтасып алғанына мен сені ұйықтап жатса да сондай секілді. Сүйкімсіз. Оның менің бөлмемде жатқанын әлі сен алмайсың. Қорында тыныштық бермеді ғой. Жайнап отыруға. Ай, Наз не болды? мойнымды күйдіріп алдым. Ай, ашып жатыр. Күте тұр, тоқта. Қаны көрейін. Емдеп бер десең. Керек емес. Кешір, саған қол тигізбеуім керек еді. Кешір. Наз қызым, бәрі дұрыс па? Неге айқайладың? Мен осыдан қорқып едім. Анаң мені көрсе дұрт түсінбей қалуы мүмкін.